Баршаңызға сәлем. Менің есімім Арай. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі әйел бақыты гүлін жасайтын боламыз. Әйел бақытын гүліне керекті заттарға ең алдымен бізге 3 түсті бисер қажет. Сары, ақ және жасыл түсті бисер, және де содан кейін 2 түсті сым темір қажет, жасыл және сұр түсті. Одан кейінгі кезекте бізге флорическая лента қажет, және де гипс, қайшы, гүлімізді салатын горшок қажет. Ендігі кезекте біз әйел бақыты гүлін жасайтын боламыз. Мен осы ақ гүлден 8 дана жасадым. Енді ең алдымен осы сұр түсті сым темірімізге ақ бисерімізді тізіп аламыз. Менің сым темірім 0,4 мм. Бірінші 7 сантиметр осылай бөлек алып аламыз. Мен 10-12 бисерден тізіп аламыз осылай. Содан кейін сым теміріміздің соңғы жағын дәл осы видеода көрсетілгендей байлап аламыз. Міне осылай сым темірімізді айналдырып шығамыз. Міне осылай айналдырамыз. Енді бисерімізді осы бірінші қатардағы бисерімізден айналдырып шығамыз. Міне осылай айналдырамыз. Барлығын осылай ақ бисермен айналдырып шығатын боламыз. Бас жағына сәл көбірек қылып бисерді саламыз. Себебі бас жағы сәл үшкірлеу болуы қажет. Сонда біздің гүліміз өте әдемі әйел бақыты гүліне ұқсас болып шығады. Бірақ астыңғы жағын осылай домалақ пішінде шығаруымыз қажет, ал бас жағын үшкірлеу қылуымыз қажет.
Мен осы гүлді 8 қатар қылып жасадым. Ендігі кезекте гүліміздің аяқ жағын қайшымен қиып аламыз. Міне дәл осылай қиып аламыз. Содан кейін екі бисерді бір-біріне осылай байлайтын боламыз. Содан кейін тағы да өзіміздің сым темірімізбен дәл осылай айналдырып шығамыз. Содан кейін сым теміріміздің түбін қиып тастаймыз. Енді гүліміздің бас жағын, яғни шүкір жағын осылай бірінші майыстырып аламыз, артынан кейін қайшымен қиып шығатын боламыз. Міне дәл осылай, бірақ кішкене миллиметр қалдыруымыз қажет. Себебі бисеріміз шашылып қалмайтындай, үзіліп қалмайтындай. Міне ендігі кезекте осы гүлімізді формасына келтіретін боламыз. Міне осылай саусағымызбен майыстырып, осылай гүлімізді формаға келтіреміз, пішініне келтіреміз. Міне біздің гүліміз дайын. Дәл осылай осындай ақ гүлден 8 дана жасап шығамыз. Немесе одан да көбірек жасасаңыздар болады.
ретте біз гүліміздің ортасындағы сарысын жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 10 сантиметрдей сым темірімізді бөлек осылай алып аламыз. Одан кейін біз осы сары бисерлерімізді осы ақ гүліміздің ұзындығы бойынша өлшейтін боламыз, бірақ дәл сондай қатты ұзын қылмаймыз. Дәл осылай өлшеп аламыз. Одан кейін сым темірімізді осылай екіге бөлеміз. Одан кейін дәл екеуінің сантиметрін бірдей қылып, ұзындығын бірдей қылып, екеуін осылай айналдырып шығамыз. Аяқ жағын түбін осылай айналдырып шығамыз. Одан кейін сары бисерлерімізді бір-бірінен осылай айналдырып шығамыз. Содан кейін тағы да сары бисерімізбен осы жасап жатқан сары бисеріміздің үстінен тағы бір айналдырып шығамыз. Дәл осылай айналдырып шығатын боламыз. Осы сым темірімізді осылай бас жағындағы тесіктен осылай өткізіп аламыз. Одан кейін оны бисердің ортасына өткізіп, осылай өткізіп, артық жерін қиып тастаймыз. Артық жерін осылай қиып тастаймыз. Біздің сары ортасындағы сарысы дайын болды. Енді дәл осылай мен 8 сарыдан жасайтын боламын.
сарыны жасап болғаннан кейін ақ гүліміздің ортасына қойып, осылай аяқ жағындағы сым темірмен осылай айналдырып шығатын боламыз. Барлық гүлімізді, ақ гүлімізді осылай жасап шығатын боламыз. Келесі жапырақ жасау техникасын келесі екінші бөлімнен көрсеңіздер болады. Мастер-класс ұнаса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Арай. Рахмет, сау болыңыздар.